Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары? 164-ші сабақ. Уақыт өлшем бірліктерін түрлендіру. Уақыт өлшем бірліктерін түрлендіресің, жеңіс күні. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Өрнектердің мәнімен сәйкестендір. Сонда Ұлы Отан соғысы батырларының құрметіне қойылған ескерткіштердің қашан, қайда орнатылған туралы білесің. Нөмері бар дөңгелекті тиісті фотосуреттің астына қой делінген екен балалар. Ендеше барлығымыз орнымызда отырып, орындай қояйық. Балалар, бірінші есепті шығарып болсақ, тексере қояйық. Яғни 2 сағат 15 минут азайту 90 минут, тең 45 минутқа. Яғни суреттерге апарып қойдық, мұқият орып қарай қояйық. 6 минут 40 секунд бөлесің 8-ге, 50 секунд. 310 секунд қосылған 4 минут 55 секунд, 605 секундқа. 150 секунд көбейтілген 6, тең 900 секундқа. 5 сағат 20 минут бөлінген 4, тең 80 минутқа. Балалар, суретке апарып сәйкестендірдік, сандарды. Ендеше мұқият отырып тексеріп, өздеріміздің шығарғанымызбен тексере қояйық. Балалар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Арман Бауыржан Момышұлының Москва үшін шайқас романының әрбір бетін 7 минуттан бір күнде 15 беттен оқып отырды. Ол бір күнде кітап оқуға қанша уақыт арнады? 3 күндеше. Жауабын сағат және минутпен өрнекте. Балалар, орнымызда отырып шығарып, бірге отырып тексере қояйық. Балалар, шығарып болсақ, жауабын тексере қояйық. 7 минут көбейтілген 15 тең 105 минут. Яғни ол 1 сағат 45 минут. Екінші 1 сағат 45 минутты 3-ке көбейтеміз. 1 сағат 45 минутта 105 минут бар. 105-ті 3-ке көбейтсек 315 минут. 315 минут дегеніміз балалар 5 сағат 15 минут. Жауабы: Арман кітапты оқуға күнде 1 сағат 45 минут уақыт арнады. 3 күнде 5 сағат 15 минут уақыт арнады. Енді 3-ші тапсырмаға қарай қояйық. Минутпен өрнекте дейді. 6 сағат 20 минут. Қанша минут бар балалар? Дұрыс айтасыңдар. 380 минут бар екен. Келесі 9 сағат 10 минут. Яғни 1 минутта 60, 1 сағатта 60 минут бар. Ендеше балалар, қанша болады? Дұрыс айтасыңдар. 550 минут бар екен. 4 сағат 30 минутта қанша минут бар балалар? Қане есепке қояйық. Дұрыс айтасыңдар. 270 минут бар екен. Келесі соңғысы балалар 7 сағат 40 минутта қанша минут бар екен? Дұрыс айтасыңдар. 460 минут бар екен. Жарайсыңдар балалар. Сендер есепті өте дұрыс шығара білдіңдер. Минутты өрнектей алдыңдар. Балалар, 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Есепті теңдеу құру арқылы шығар. Кітапханаға жеңіс күні мерекесі қарсаңында басылып шыққан 90 дана кітап әкелінді. Олар әрбір қорапқа 10 данадан салынған. Кітапханаға барлығы неше кітап әкелінді. Бұл жерде X балалар қорап саны болсын, яғни бізге жауабы кітапханаға барлығы қанша қорап әкелінгені. Ендеше ол үшін біз не істейміз балалар? Дұрыс айтасыңдар. 10-ды көбейтеміз. X қаншаға? Мәні нешеге тең болады балалар? Дұрыс айтасыңдар. 90-ға тең болады. Ендеше балалар, теңдеуді шеше қояйықшы. X тең не істейміз енді балалар? Дұрыс айтасыңдар. 90-ды бөлеміз 10-ға. 90-ды 10-ға бөлеміз. Жарайсыңдар балалар. 90-ды 10-ға бөлсек қаншаға тең болады? 90 мен 10-ның бөліндісі балалар. Дұрыс айтасыңдар. 90 мен 10-ның бөліндісі 9-ға тең болады. Ендеше жауабы кітапханаға барлығы қанша қорап әкелінген екен?
барлығы 9 қорап әкелінген екен. Жарайсыңдар балалар, есепті теңдеуді біз дұрыс шығара білдік. Балалар, оқулығымыздың 84-ші бетіндегі уақытқа қарайық. Яғни қанша уақыт өтті? Минут және секундпен өрнекте деген екен. Кітабымызға назар сала отырып, қанша минут және қанша секунд өткендігін таба қояйық. Кәне, кім бірінші маған тауып бере қояды екен? Дұрыс айтасыңдар балалар. 3 минут 55 секунд өткен екен, я балалар? 55 секунд өткен екен. Балалар, енді келесі тағы да бір сағат өрнектеліп тұр. Соны қарап, өзіміз дәптерімізге орындай қой. Балалар, 6-шы тапсырмаға қарайықшы. 5 тәулік 13 сағат. Бір тәулікте қанша сағат бар балалар? Дұрыс айтасыңдар, 24 сағат бар. Ендеше 5-ті 24-ке көбейтіп, оны 13-ке қосамыз. Қанша сағат бар екен? Дұрыс айтасыңдар, 133 сағат бар екен. 2 тәулік 19 сағатта қанша сағат бар екен балалар? Жарайсыңдар, 67 сағат бар екен. 8 тәулік 3 сағатта қанша сағат бар екен балалар? Дұрыс айтасыңдар, 195 сағат бар екен. 3 тәулік 10 сағатта ше балалар? Жарайсыңдар балалар, 82 сағат бар екен. Біз балалар сағатпен дұрыс өрнектей білдік. 7-ші тапсырмаға назар аударайық. Бастауыш сынып оқушылары Ұлы Отан соғысы ардагерлерімен кездесу ұйымдастырып, тәрбие сағатын өткізді. Кестеде әрбір сыныптың тәрбие сағаты қаншада басталып, қаншада аяқталғаны көрсетіледі. Әрбір сыныптың тәрбие сағаты қанша уақытқа созылғанын анықта. Ендеше бірінші сынып 9:35-те басталып, 10:10-да аяқталды. Қанша уақытқа созылған екен балалар? Жарайсыңдар, 35 минутқа созылған екен. Екіншісін қарайық. Екінші сыныптікі 10:00-де басталып, 10:40-та аяқталған екен балалар. Қанша минутқа созылыпты? Дұрыс айтасыңдар, 40 минутқа созылған екен. Үшінші сыныпты қарайық. 11:20-да басталып, 12:30-да аяқталды. Дұрыс айтасыңдар балалар, 1 сағат 10 минутқа созылған екен. Енді балалар, соңғысы 4-ші сыныпты қарайық. 15:30-да басталып, 17:00-де аяқталған екен. Балалар, ол қанша сағатқа созылған екен? Дұрыс айтасыңдар, 1 сағат 30 минутқа созылған екен. Жарайсыңдар балалар. 8-ші тапсырмаға назар аударайық. Секундпен өрнекте. 1 минут 36 секунд. Қанша секунд бар балалар? Дұрыс айтасыңдар, 96 секунд. 4 минут 24 секунд. 264 секунд. 6 минут 50 секунд. 410 секунд. 10 минут 7 секунд. 607 секунд. 5 минут 45 секунд. 345 секунд. 3 минут 17 секунд, 197 секундқа тең екен. Балалар, дәптерімізге демелеп жазып ала қояйық. Оқулығымыздың 85-ші бетіне назар аударайық. 9-ші тапсырмаға фигуралардың периметрін және ауданын есепте деген екен балалар. Ендеше балалар өлшей қояйық. А-ды қанша сантиметр екен? Дұрыс айтасыңдар, 6 сантиметр. С-ды 3 сантиметрге тең екен. Ендеше периметрін табу үшін 6-ға 3-ті қосамыз. Қанша болады? 9, 9-ды 2-ге көбейтеміз. 18 сантиметрге тең екен. Ауданын табу үшін біз не істейміз балалар? Дұрыс айтасыңдар, 6-ны 3-ге көбейтеміз. 18 квадрат сантиметрге тең екен. Тағы да қандай фигураны көріп тұрмыз балалар? Дұрыс айтасыңдар, шаршыны көріп тұрмыз. Шаршының қабырғалары қанша сантиметрге тең екен? Дұрыс айтасыңдар, 3 сантиметрге екен. Периметрін табу үшін 3 сантиметрді 4 сантиметрге көбейтсек, қанша сантиметр болады? 12 сантиметр. Жарайсыңдар. Ауданы табу үшін 3-ке 3-ті көбейтеміз. Ауданы қанша сантиметрге тең екен? Дұрыс айтасыңдар, 9 квадрат сантиметрге тең екен. Ендеше балалар,
түсінікті болса, өзіміз дәптерімізге жаза қояйық. 10-шы тапсырма. Теңдіктер дұрыс болу үшін өрнектерге жақшалар қой дейді. Балалар, үйге 10-шы тапсырманы аламыз 85-ші бетте, және де көбейту кестелерін тағы да бір мәрте қайталап келеміз. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, құрметті 3-ші сынып оқушылары. Математика пәні 161-ші сабақ. Секунд. Сен